Саламатсыздар, құрметті оқырмандар. Іле аудандық кітапханасы назарларыңызға облыстық үздік кітап көрмелер 2022 байқауы аясында ұйымдастырылған «Ұлы дала, мәңгілік ел, тұлғалар» атты кең көлемді кітап көрмесіне библиографиялық шолуды ұсынады. Көрмеміздің алғашқы бөлімі қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы Ғабит Мүсіреповке арналған. Көрмеге Ғабит Мүсіреповтің әр жылдарда жарық көрген орыс және қазақ тілдеріндегі кітаптары қойылды. Ғабит Мүсірепов көптеген әңгіме новеллаларында әйел ананың бейнесін асқақтатып, әлем әдебиетінде әйел ана тұлғаларының галереясын байыта түсті. Сондай туындыларының бірі Ұлпан романы. Ұлпан романы 2003 жылы Алматы қаласы Атамұра баспасынан жарық көрген. Келесі бөлім Қазақстанның халық жазушысы Ғабиден Мұстафинге арналған. Көрмеге жазушының әр жылдарда жарық көрген қазақ және орыс тілдеріндегі әдебиеттермен қатар Ғабиден Мұстафин жайлы әдебиеттер қойылды. Ғабиден Мұстафин кейіпкерлері өз еңбектерімен тарихи табыстарға жеткен жандар. Жазушы шығармаларында олардың қажырлы рухын, биік мақсаты мен арманын, мағыналы ғұмырын паш етеді. Сондай туындыларының бірі «Миллионер повесі». Алматы қаласынан көркем әдебиет баспасынан 1957 жылы жарық көрген. Көрмеміздің екінші бөлімі Қазақстанның халық жазушысы, Ұлы Отан соғысының ардагері Әзілхан Нұршайықов пен жазушы драматург Сафуан Шаймерденовтың 100 жылдығына арналады. Әзілхан Нұршайықовтың оқырмандарға етене жақын «Махаббат қызық мол жылдар» романы мен «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы жазушы шығармашылығының шырқау биігі саналады. «Ақиқат пен аңыз» кітабы 1978 жылы Алматы қаласынан жазушы баспасынан жарық көрген. Келесі бөлім қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетінің сыншысы, драматург Сафуан Шаймерденовке арналған. Жазушының жеке шығармалары қырғыз, татар, башқұрт, өзбек, саха, тәжік, украин, белорус тілдерінде жарық көрген. Ал «Инеш» романы жастар тақырыбына батыл сүңгіп, өз замандастарының рухани өмірін шынайы да шебер суреттеп береді. Кітап Алматы қаласынан қазақтың 100 романы сериясы мен өнер баспасынан 2010 жылы жарық көрген. Көрмеміздің 3-ші бөлімі жазушы, қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның 90 жылдығына арналған. Өз шығармаларында қаламгер халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігін, әдет-ғұрпын, әр алуан адамдардың мінезін, іс-әрекетін, табиғат көрінісін көркем бейнелейді. Шерхан Мұртазаның сондай шығармаларының бірі «Ай мен Айша» романы. «Ай мен Айша» романында жазушы өз өмірінен сыр шертеді. Романда ашаршылық жайлаған зұлмат жылдар мен репрессия жылдары, одан кейінгі Ұлы Отан соғысының тауқыметін бастан өткеріп, қанша қиыншылық көрсе де еңсесі түсіп езілмей, ағынға қарсы жүзе білген Барысхан баланың өмірі және сол балаға өшпестей үміт сыйлап, өмірлік шам шырағы, қайсар қаһарманы болған анасы Айша жайында баяндалған. Көрмеміздің келесі бөлімі ақын Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты Төлеген Айбергеновтың туғанына 85 жыл толуына арналған. 20 ғасырдың 60 жылдары поэзиямыздың жаңа дәуірі басталған кезең десек, сол жылдардағы поэзияда ерекше орны бар үлкен талант, дүниеге өзінің әппақ тап-таза пейілімен келіп, сол көңілмен кеткен сағыныштың ақыны Төлеген Айбергенов екені даусыз. Ол 30 жыл ғана ғұмырында қазақ поэзиясына ерекше жаңалық әкеліп, артына мол мұра қалдырды. Көрмеміздегі Төлеген Айбергеновтың «Мен саған ғашық едім» кітабы Алматы қаласынан Раритет баспасынан 2005 жылы жарық көрген. Көрмеміздің 5-ші бөлімі жазушы, әдебиет зерттеушісі, этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбековке арналған. Ақселеу Сейдімбеков 30-ға тарта көркем, ғылыми көпшілік және монографиялық кітаптардың авторы. «Күңгір-күңгір күмбездер» атты ғылыми көпшілік кітабы қазақтың дәстүрлі мәдениетін өзінің төлтума қалпында бір тұтас құбыр ретінде қарастыруымен, тарихи этнографиялық дерегінің молдығымен, әсіресе ұлттың рухани әлемін парықтаудағы тұжырымдарымен оқырман назарын аударған еңбек. Кітап Алматы қаласы Жалын баспасынан 1981 жылы жарық көрді. Көрмеміздің 6-шы бөлімі Қазақстан және шетел ақын жазушыларының мерейгер кітаптарына арналады.
Көрмедегі мерейтой иелерінің кітаптары, басқа да әдебиеттердің электронды нұсқасын QR-код арқылы жүктеп, немесе кітапханамыздағы электронды кітаптың көмегімен оқи аласыздар. Білім сүйсең, кел күн сайын осында. Кітап сенің айналады досыңа. Талаптансаң үйренуге құмартып. Кел оқырман, ізденейік қосыла. Құрметті оқырмандар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері және қарулы күштеріне 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған Тәуелсіз Қазақстанның басты құндылықтарына 30 жыл атты 3 бөлімді кітап көрмесі және 130 кітаптан тұратын көрме инсталляциясына библиографиялық шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігіміздің басты құндылықтары және мемлекеттік рәміздер ел болудың негізі атты бөлімдерге Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихы, егеменді еліміздің рәміздері, мемлекеттік рәміздердің қабылдануы туралы және тағы басқа әдебиеттер мен журналдар, ел нышандары мен олардың авторлары туралы дәйек сөздер қойылған. Атап айтсақ, 2005 жылы Алматы қаласы экономика баспасынан шыққан Ербол Шаймерденовтың «Ел таным» кітабы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы бұл кітапта елдігімізге қатысты кең мағлұмат берілген. Бұл терең интеллектуалдық еңбек студенттер мен оқушыларға, педагогтарға, жүрегі елім деп соққан барша оқырман қауымға арналады. Сонымен қатар, 2015 жылы Алматы қаласы Золотая книга баспасынан қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрген Ербол Шаймерденовтың «Ел нышандары» туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен тәуелсіздік нышандары атты кітабы және де тағы басқа әдебиеттер қойылды. Елдің айбыны қарулы күштер атты 3 бөлімге Тәуелсіз Қазақстанның әскери тарихы туралы және тарихи тұлғалар, қазақтың батырлары туралы әдебиеттер қойылған. Айтар болсақ, қазақ елінің сонау тарихынан бастау алатын Керейхан Аманжолов пен Абай Тасболатовтың білім баспасынан 2008 жылы жарық көрген Қазақстанның әскери тарихы атты кітабы. Тәуелсіз Қазақстанның басты құндылықтары туралы әдебиеттерді кітапхана қорынан келіп оқи аласыздар. Келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар. библиографиялық шолуды ұсынады. Бірінші бөлім ертегілер еліне саяхат. Бұл бөлімге жас оқырмандарды халық ауыз әдебиетімен сусындатып, олардың ой-өрісін, танымдық қабілетін дамытатын ертегі кітаптар қойылды. Соның бірі Алтын Сақа кітабы. Бұл кітап 2016 жылы Аруна баспасынан Алматы қаласынан жарық көрген. Екінші бөлім кітаптар әлеміне саяхат. Бұл бөлімге кішкентай бүлдіршіндерге арналған 3D анимациялық кітаптар, дауысқа құлақ асайық топтамасы бойынша жануарлар, техника түрлері, аспаптар әуендерін үйрететін кітаптар қойылған. Соның бірі аспаптар үні.
2013 жылы Алматы қаласы Харуна баспасынан шыққан. Үшінші бөлімде жас оқырмандардың жазғы демалыс оқуларына арналған орыс тіліндегі ең үздік кітаптар және де фантастикалық кітаптар қойылды. Рухани орталықта рухани қазына кітаптарын бірге оқиық.